Сәлем достар, сендермен Технодом Каз. Бүгін технология әлемінде болып жатқан соңғы жаңалықтармен бөлісемін. Менің басты мақсатым қиын сөзбен жазылған заттарды қарапайым тілмен сендерге жеткізу. Ресейде электросамокаттарды көлік ретінде мойындады. Сондықтан енді олар шынымен де жол ережесін сақтау керек. Бірақ оларға құжаттар беріле ме жоқ, ол туралы әлі айтылған жоқ. Сондықтан бұл заң әлі күшіне енген жоқ. Менің ойымша бұл деген керемет. Өйткені электросамокаттармен болып жатқан жағдайлар өте көп. Олар тротуардың бойымен жүреді, адамдар соғып кетуі мүмкін. Олар жай қарапайым көліктермен бірге жолмен жүріп бара жатқаны дұрыс емес пе? Ал өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Қазақстанға осындай заң келе ме, әлде жоқ па? Apple енді ұрланған немесе жоғалған смартфондарды жөндемейді. Иә, дұрыс, егер сіздің смартфоныңыз сынып қалған болса, сосын сіз Apple-дің дүкеніне барып, олар оны тексерістен өткізгеннен кейін бұл смартфоныңыз ұрланған болып шығатын болса, оны жөндемеуге барлық құқығы бар. Сондықтан да әрқашанда өзіңізбен қорабын және чегін сақтап жүріңіз. Ал оларды жоғалтсаңыз, email кодын ұмытпаңыз. Gmail-дан тарайтын жаңа вирус пайда болды. Иә, енді белгісіз адамдардан хатты ашпауға тағы бір себеп қосылды. Бұл вирус кәдімгідей тарайды. Сізге бір хат келеді, сол хаттың астында сізде жай Google документ болып тіркелген бір зат болады. Оны сізді ашуға сұрайды. Мінекей, ашқан кезде Vider деген вирус сіздің компьютеріңізге кіріп кетеді. Ол вирустың басты мақсаты сіздің жеке мағлұматтарыңызды жинап, жаққа тапсырып беру. Сондықтан да ондайды болдырмас үшін хатты мүлдем ашпаңыздар, ал спамға тіптен тиіспеңіз. Яндекс браузерлерінде YouTube-қа арналған интерактивті субтитрлар енгізілген. Бұл деген видеоны дыбыспен көре алмайтын адамдарға немесе шетел тілін енді үйреніп жатқан адамдарға арналған. Субтитр 4 тілінде: ағылшын, неміс, испан және француз. Ал егер білмейтін сөз болса, оған бассаңыз, Яндекс браузер сізге оны орыс тіліне аударып береді. 21-ші ғасыр ғажайып. Осы функцияның бәрі нейрожүйенің арқасында орнатылып жатыр. Жақсы жаңалықтарды соңына қалдырдым. Ультракүлгін сәулелерінің жаңа түрі шықты. Ол деген 98%-ға дейін вирустарды өлтіреді. Ал ең бастысы, адамға ешқандай зияны жоқ. Бұл дегеніңіз COVID-19-ның тарауына кедергі жасап, грипп және басқа да вирустардың тарауын болдырмайды. ақш және Ұлыбритания ғалымдарына сенсек, бұл ультракүлгін сәулелер 5 минуттың ішінде вирустарды өлтіреді. Я, бұл сәулелердің аты UVC. Олардың вирус өлтіру қабілеті туралы бұрыннан белгілі. Бірақ ол кезде ол адамға зиянын тигізетін еді, көзіне, терісіне. Ал енді технология дамыған сайын адамға зиянсыз болып шықты. Сендермен болған Технодом Каздан техно жаңалықтар. Келесі кездескенше.